Қайырлы күн достар, сіздерге мерекелік дастарханға арналған немесе күнделікті отырып шай ішуге арналған черепаха тортының рецептісімен бөлісемін. Бір жасағаннан сәтті шығатын рецепті міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Оңай әрі тез дайын болатын рецепт. Ең алдымен жұмыртқамызды жарып аламыз. Жұмыртқа керек болады, құмшекер керек болады, разрехитель керек болады, және де какао керек болады. Ең соңғысы бізде ұн керек болады. Алдымен жарып алған жұмыртқамызға құмшекерімізді қоса отырып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Жақсылап тұрып араластырып алғаннан кейін ұнды, разрехительді, какаоны барлығын сала отырып, миксердің көмегімен біркелкі етіп араластырып аламыз. Дайын болған массамызды әдемілеп пергаментный бумагаға жая отырып, жақсылап қасықпен араластырып алғаннан кейін пергаментный бумагаға қасықпен осындай домалақ көлемде формада қасықпен салып шығамыз. Қызып тұрған пешке пісіріп аламыз. Вареный сгущенкамыз бен қаймағымызды миксермен араластырамыз. Бұл біздің массамызға дайын болған креміміз. Бұл кремді, дайын болған кремімізді піскен черепаха тортын осылай араластыра отырып, черепаха көлемінде дайын ыдысқа салып шығамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің черепаха тортымыз өте дәмді шықты. Дәл осы рецепт бойынша дайындап көруге кеңес беремін. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен тағы да бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, оңай, әрі тәтті, тез дайын болатын рецептін бөлістім. Видеоны соңына дейін қарап менімен болғандарыңызға рахмет. Барлықтарыңызға ас болсын.